2020 жылдың 6 қаңтардан бастап денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік шекара өткізу пункттерден санитарлық бақылауды күшейтіп, 1 миллионға жуық адамды тексеріп қарады. Бүгінгі күні бақылауға 30 мыңнан астам адам алынды. 14 күн инкубациялық кезең аяқталуына байланысты бақылаудан азаматтардың негізгі бөлігі шығарылды. Қазіргі күнде 6474 адам әлі де бақылаудың астында. 6 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін қызуы көтеріліп, жедел респираторлық вирустық инфекциямен ауырған 186 адам ауруханаға жатқызылды. Олардың 166 жазылып шықты, қалған 20 адам стационарда ем алуда. Бірақ бұл науқастарда коронавирустық инфекция расталмады. Сырқаттардан алынған сынамалы Ресей, Қытай және отандық өндірістің тест жүйелерімен зерттеледі. Барлық тесттер дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының валидациядан өтті. Осылайша қазіргі таңда барлығы 967 адам зертхана тексеруден өтті. Оның ішінде 544 адам Қытай Халық Республикасының Жапониядан келді. 423 адам коронавирустық күдігімен ауруханада жатқызылды, немесе науқастармен байланыста болды. Олардың барлық анализдерде коронавирус табылмады. Үкімет резервінен қажетті қаражат бөлінді. Коронавирустық инфекция анықталған жағдаймен коронавирусты таралған елдерден келген адамдарды карантинға орналастыру мақсатында медициналық ұйымдарда дайындығы қамтамасыз етілді. Тест жүйелердің, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қажетті қорлар құрылды.